Сәлеметсіздер ме? WhatsApp-та мошенниктен қорғаудың екі әдісі бар екен. Бірінші әдісі аккаунтқа кіріп, аккаунт деген басасыздар, ключевой доступ дегенді қосып қоясыздар. Осы жерде. Мен шатасып кеттім. Двухшаговой проверка. Вот осы жерде мен қосып қойған, қосылмаған болса включить деп пароль қоясыздар. И пин-код и электронный почталарыңызды жазып қоясыздар, сообщение келеді. Сол код арқылы мұнда енгізесіз сообщениені. Почтаңызға хат келеді. Сол хаттағы кодты енгізіп қоясыз. Пин-кодыңыз сонда орнатылады, өз пин-код. Егер пин-кодты ұмытып қалсаңыз, почтаңыз арқылы қайта өңдеуге болады. Екінші әдісі жаңағына үйрендім. Тоже настройкаға кіреміз. Настройкаға кіріп, осы жерден конфиденциальность дегенді басамыз. Мына конфиденциальность аккаунттың астында. И осы жерде расширенный деген бар екен. Осы расширенныйды басамыз. Осылардың барлығын белгілеп шығу керек екен. Қосып қою керек екен. Менде мысалы сөніп тұр. Осылай қосып қоямыз. Сонда мошенниктер WhatsApp-та сіздің атыңыздан басқа кісілерге жаза алмайды екен.